Бәріне сәлем, мен Гаухар Халық, 12 жастамын, Нұр-Сұлтан қаласынан келдім. Мен өзім дәстүрлі әншімін, сол себепті халық әндері жақсы көремін. 7 жыл дәстүрлі әнмен айналыстым. Әкем де домбыра тартады, анам екеуі, анам күйші негізі. Музыкамен айналысып, өскенде танымал болғым келеді. Танымал болу үшін оған күніне 1-2 сағаттан ән айтып, өзіңнің мақсатына жету үшін әрдайым дайындалып, бір жерге шақырып қалса соған дайын болу керек. Балабақшаларда ән айтып, би билеп жүргеннен мені тамада қыз дейтін. Бәрі алыстан қарағанда тамада қыз келе жатыр, әнші қыз сидеп шақырады. Негізі көбіне құтыршақпын, бір нәрселерді бұзып жіберем. 3-4 жасымда Арайлым деген туысым бар, менен жаста. Жиі келіп тұратын бізге. Сосын енді екеуміз мультиктардан көріп, жұмыртқаның ішінен балапан шығатын. Кухняға барып, бүкіл холодильниктағы 20 шақты жұмыртқаны алып, жерге лақтырып, балапан іздегенбіз. Балапан шықпай жатыр деп мамаларға жылағанбыз. Мамалар өздері шошып, ойбай, не істедіңдер деп шошты. Мен негізі бұзықтаумын. Қолымды мен 2-3 рет сындырдым, аяғымды 2 рет қана сындырдым. Поликлиникаға да көп баратын. Үнемі бара бергеннен кейін адамдар мені жаттап алды. Атымды, әжемді бәрін жаттап алатын. Есейген соң өзіме ұқыпты қарауға тырысамын. Бірақ та мен бүкіл жерге соғылып, сүрініп, бір жерлерімді жарап алатыным бар. Бүгін мені қолдауға менің әкем, анам, сіңілім, бауырым келіп отыр. Балапаныма сәттілік тілеймін. Алла жар болсын, қолдасын деймін. 2 тәлімгер кемінде бұрылады деп сенемін. Балапаныма сәттілік тілеймін. Сәлем. Сәлеметсіз. Атың кім? Гаухар. Гаухар, қалайсың? Жақсы. Көңіл-күйің жақсы ма? Керемет. Әннен басқа немен айналысасың? Әннен басқа мен негізі аспаптарда ойнаймын. Қандай аспаптарда ойнайсың? Домбырамен жетіген. Жетіген. Өзім негізі дәстүрлі әншімін, бірақ өзім бүгін эстрададан бірінші рет айтайын деп тұрмын. Ең алғашқы қадамың оң болсын дегім келеді. Жақсылап ән орындап шығайық, иә? Рахмет. Келістік қой. Иә. Мен сені құшақтаймын. Бәрі жақсы болады.